Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Кеше өткен Европа Лига чемпионында өткен Кубс пен Қайраттың кездесуінде кэмбэк жасап, Қайрат 3-0 есебімен жеңді. Қайрат клубын шын жүректен құттықтаймын. Осындай Қазақстан футболына, осындай Европада коэффициент жинап жатқанына қатты қуандым кеше. Негізі Кубстегі ойында, Финляндияда өткен ойында 2-0 есебімен жеңілген. Бірақ білмеймін, іштегі түйсігім ба, сезім Қайраттың ұтатынына. Енді алдағы уақытта Словакияның Братислав қаласымен 23 дүркін чемпионмен келісетін болады 3-ші раундта. Астана мен Ақтөбеге де осындай жеңіс тілеймін. 30 шілдеде өтетін ойындарда 2025 жыл. Тек алға, қазақтың футбол жасай берсін.